Бүгін 8 маусым қандай күн? 3 облыс құру туралы президент жарлығының күшіне енген күні, яғни Абай облысы, Ұлытау, Жетісу облысының құрылғаны құрметті көрермен құтты болсын дейміз. Жарайды, статус бердік, бірақ енді не өзгереді? Бұдан проблема шешіле қоя ма? Бұл аймақтардың экономикалық әлеуетін көтеру үшін, дамыту үшін не істеуіміз керек? Бұл осы жайында сөйлесейікші. Кеш жарық. Ал қадірлі көрермен, тағы да тікелей эфирдеміз. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар, не болмаса WhatsApp әлеуметтік желісіне жазыңыздар. Енді байқасаңыздар, экранда бізді Zoom арқылы онлайн тамашалап отырғанда көрермендер бар. Сіздер де сұрақ қоя аласыздар. Тақырыпқа ой қосайық, атсалысайық дегім келеді. Бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Тұран Астана университетінің профессоры, Қазақстан экономикалық ғылымдар академиясының академигі Орақ Әлиев мырза. Парламент мәжілісінің депутаты Ғалым Әміреев, Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының жетекші ғылыми қызметкері Ермек Тоқтаров және экономист Сапарбай Жобаев мырза біздің тұрақты спикерлеріміздің бірі. Қош келіңіздер дейміз. 16 наурызда президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына өзінің жолдауын жариялады. Саяси экономикалық реформалар пакетінен бөлек 3 облыстың құрылатыны жөнінде мәлімдеген еді. Бұл енді әлеуметтік желіде әсіресе телеарналарда қызу талқыланған тақырыптың бірі. Қателеспесем, бізде бірнеше эфир арнадық, осы тақырыпқа. Енді қысқасы Абай облысының орталығы Семей қаласы болады, Ұлытаудың орталығы Жезқазған, Жетісу облысының орталығы Талдықорған қаласын экранға да бердік. Енді бұларға қандай аудандар келеді? Бәлкім естімегендер, ақпарат жетпегендер бар шығар. Мен ерінбей оқып шығайын, наргесі бір 15 секундтарыңызды аларым. Абай облысының құрамына сонымен Ақсуат, Абай, Аягөз, Бесқарағай, Барадулиха, Жарма, Үржар, Көкпекті аудандары мен Семей және Курчатов қалалары кіреді. Жетісу облыс құрамына Ақсу, Алакөл, Ескелді, Қаратал, Кербұлақ, Көксу, Панфилов, Сарқан аудандары мен Талдықорған және Текелі қалалары кірді. Ұлытау облысының құрамына Жаңарқа, Ұлытау аудандары мен Жезқазған, Қаражал және Сәтпаев қалалары кірді дейді. Енді айттым ғой, бұл тақырып бұға дейінде қызу талқыланған деп, дегенмен экономист ретінде алдымен сіздердің пікірлеріңізді білгім келіп отыр. Біраз сарапшылар айтты, негізі осы облысты құрудың қажеті жоқ еді, өйткені үшеуі дотациялық аймақ, ертең үкіметке, мемлекетке алақан жайып отырады. Бұны біздің бюджетте көтере алмауы мүмкін деген секілді. Сіздердің сұрағым келгені, бұл бір халықтың сұранысы бойынша ғана қабылдай қалған шешім емес па? Расымен қандай да бір қажеттілік бар ма? Үш облысты құрғанда. Біздің бюджет қаншалықты көтере алады? Мәселе осында ғой. Орақ мырза, не дейсіз? Өзіңізден бастайықшы. Сіз қолдайсыз ба бұл идеяны? Міндетті түрде қолдаймын. Және бұл мәселеге тек қана қаржылық жағынан келу бұл таяз пікір. Өйткені бұл шешімнің түп тамырында айналып келгенде біздің қазақ халқының сол облыстарда тұрып жатқан тұрғындардың үш бірдей мәселесі шешілмек. Бұның ішінде әсіресе түбінде экономикалық бұл құрал. Экономикалық құрал арқылы біз әлеуметтік мәселелерді шешеміз. Ал енді осы екі мәселені шешу арқылы түбінде сол халықтың руханият, біздің ықылым заманынан бері қалыптасқан әлгі әр қазағым жалғызым демекші, сол өзіміздің қазақ халқының түпкілікті рухани құндылықтарын соның қайтадан орнына келтіру түбінде сол біздің миссиямыз, мұратымыз. Ал қалғандары соның мақсаты және құралдары болып табылады. Сондықтан бұл өте... Осы пікір көп айтылады бізде, бұл тарихи әділеттік дейді. Неге десің, Ұлытау кезінде қазақ хандары бас қосқан жер дейміз. Неге Семей десің, Семейде кезінде Алашордашылар бас қосқан жер дейміз. Бұл енді тарихи баға қажеттілік. Екінші мына әлеуметтік жағдайын төмендігін айтамыз. Қай бағытқа біз басымдырақ тоқталғанымыз дұрыс? Енді Орақ ағаның айтқанына мен қосылып, бірақ экономикалық тиімділік бар екенін де осы жерде айтуым керек. Дұрыс. Себебі біз мынау
бұларды экономикалық әлеуеттеріміз азайды. Сол кезде оңтайландыру деген алдымызда мақсат тұрды. Яғни бюджет қаражаттарын тиімді пайдалану, оңтайландыру. Сол кезде аудандар қосылды, облыстар қосылды. Кейін біздің енді қазақ халқы жақсы біледі, біраз қауіпсіздік мәселесі де болды. Негізінен сол халықтың азайғаннан кейін, экономикалық әлеует төмендегеннен кейін ол облыстарды қосып бір дұрысырақ бір еңбек ететін дейді ма, не дейді. Былай тиімді облыстар құрдық. Бүгінгі күнге келіп, сол облыстардың жалпы экономикалық әлеуеті бүтін Қазақстан сияқты өсіп жатыр. Олардың енді жаңағы рухани, тарихи, географиялық, өндірістік, жаңағы аймақтық бір бөлек сияқты етті. Соларды біз өзіне жұмыс істеуіне мүмкіндік жараттық. Енді әрине біз білеміз, мынау мәселен жаңағы Семейді айтып отырмыз. Семейде инвестиция жасау мәселесі, басқа да нәрселерді енді өздері, сол жергілікті халық өздері шеше береді. Өздері шешеді дейсіз. Өскеменге барып сұрап жүрмейді, жалынып дегендей сияқты да. Жезқазғанда біздің Қазақстанның орталығы, олда да енді мен сәл кейбір келіспей қалатын жерлер бар, мынау аймақтық даму бойынша айтатын шығар. Мәселен, Жезқазған мен Балқаш екеуі бір болу керек еді. Бұл Совет дәуірінде бір болған екеуі, экономикалық бір. Қазір біз оны қандайдыр бөлдік, мүмкін енді үлкен әсері болмас, бәрібір бірге жұмыс істей береді ғой, мынау нарықтық заманда. Бірақ олар бір облыста болғаны дұрыс еді. Сондай аймақтық өзінің бір экономикалық бір бөлшектену бар. Сол қазір болды. Ал мырза, сіздің пікіріңізде не береді бұл үш облыстың құрылуы бізге? Бізге енді біз Қазақстан транзиттік мемлекетпіз ғой. Бізден мынау Батыс Қытай, Батыс Еуропа үлкен халықаралық дәліз салынды. Ол енді оңтүстік өңірлерге үлкен пайда істейді. Енді бізде осы үш өңір шамалы кенжелеп қалды экономикалық жағынан, бірақ бұрынғы ескі инфрақұрылым бар. Біздің мысалы Қызылордадан осы Қарағандыға дейін, сосын Нұр Сұлтан қаласына дейін баяғы автодәліз бар, бірақ ол енді қазір оның жағдайы нашар. Бірінші сол инфрақұрылымды орнына келтіру. Ішкі жолдарды жөндеу, ішкі жаңағы транспорттық инфрақұрылым бар ғой, соны ретке келтіріп, соның есебінен экономикаларын дамыту осы өңірлердің. Сосын жаңа өзіңіз айтқандай мақсат, мына экономикалық жағдай қазір, әсіресе бюджеттік жағдай былтырға қарағанда жақсы. Былтыр мысалы бюджетті біз салғанда баррельді мұнайды $60 есептедік қой. Биыл $120 болып тұр, екі есе. Бюджет кемінде екі есе көбейді деген сөз 22 жыл. Оның да кеше сарапшылар оны айтып жатыр. Былтыр мысалы жарияланғанда қиналып қалатын еді. Осы жылы жағдай жақсы былтырға қарағанда. Сондықтан толық негіз бар. Оны енді барлығы мен қолдап, қазақстандықтар қолдап жатыр деймін. Оның үстіне енді бұл өңірлер қосымша қасындағы өңірлер, мысалы Қарағанды өзінше дамымаған кезде, оған қосымша өзіне де мүмкіндіктер беріледі. Біз енді Қызылорда мен Екорта Жезқазғанға үлкен дамуға бетбұрыс жасауға болады қазір енді. Бұл жерде енді ол жерде мына Қазақмыстың енді компаниялар бар ғой сол жерде. Олар бұрын енді бюджетті бірыңғай Қарағандыға беріп отырса, енді тікелей осы Жезқазған қаласына, Ұлытау облысына беруіне болады. Сондықтан мүмкіндіктер бар, үлкен мүмкіндіктер. Соны біз пайдалануымыз керек қазіргі жағдайда. Мұнай бір жаңа деңгейде тұра бермейді, ертең ол түсіп кетуі мүмкін. Осы 1-2 жылда осы мүмкіндіктерді біз пайдаланып қалуымыз керек. Жақсы, Ермек мырза, сіздің бір ауыз пікіріңізді білейік осы. Негізі осы шешімнің екі саяси тұстары бар. Біріншіден бұл 90-шы жылдары ұлттық мәселесі өте өзекті болған. Сонда 97 жылғы әкімшілік реформасы бұл шекаралық облыстардың осы ұлттық мәселені шешуге мүмкіндік берді. Енді әрине бұл қазіргі таңда осы үш облыстың қайта пайда болуы, бұл осы ұлттық мәселенің өзектілігі азайды, бірақ алдына әлеуметтік экономикалық мәселелер пайда болды. Сондықтан екіншісі бұл демографиялық дисбаланс мәселесін шешу үшін бұл облыстарға жаңа статус беріп, оларға инвестиция тартып, адамдарды тартып, олардың жаңа бір экономикалық дамуына жаңа импульс беру үшін сондай маңызды шешім деп ойлаймын. Мен қызықтыратын сұрақтардың бір ертеңіне бюджет қалай бөлінеді? Мысалы, Шығыс Қазақстан облысын алайық, өзі белгілер бөлінетін миллиардтары бар. Енді біз оны қақ ортасын екіге бөліп отырмыз. Тура сол бюджет өзгермей, соны ортасын екіге бөле саламыз ба, әлде сол бюджет шығыста қалады? Біз Абай облысында жеке бюджет қарастырыла ма? Осы механизмді айтып беріңіздерші. Енді бұл жерде мынандай жағдай бар қазір. Жалпы база ретінде сол бюджет алынады, ол екіге бөлінеді. Жаңа адам санына
сәйкесінше. Бірақ жаңағы қосымша бюджетке ақша түсіп жатыр деп жатырмыз ғой. Мына мұнайдан, басқа да жаңағы экспортқа шығатын заттардан. Соны біз пайдаланып, мына облыстарға шамалы басымдық беруіміз керек. Енді бастапқы кезде кемінде бір 3-4 жыл қиындау болады жағдай енді. Оның бәрін орнына келтіру керек қой. Баяғы ескірген, мына әсіресе мына қалаларда ескірген инфрақұрылымдар, мына жылу жүйесі бар, мына электр жүйелері бар, жолдар бар деген сияқты, соның бәрін ретке келтіру үшін біраз басында қаражат талап етеді енді ол. Сондықтан ертең бюджетті бөлген күнде де қосымша бюджетті осы облыстарға беру керек. Тіпті басында сонда бұлар қандай да бір қиыншылық көруі де мүмкін бе қазір осы облыстар? Қосай, бұрынғы кеңес заманында өздеріңіз білесіздер ғой, кеңес заманында бұлай болған. Бізде бірде-бір облыс, бірде-бір аудан ол банкротқа ұшыраған жоқ. Мынау артта қалған аудандар болады, соның экономикасын алға кеткен, алға дамыған аудандардың есебінен ана артта қалған аудандарды ұстап отырдық. Мынау бюджет жағынан, жалпы экономикалық, әлеуметтік жағынан соңында келе жатқан облыстарға, алға кеткен облыстардың есебінен, соның есебінен біз ұстап отырдық. Мысалы да, кеңес заманында солай болды. Тіпті керек десең, бірде-бір кәсіпорын сол кезде банкротқа ұшыраған жоқ. Оның барлығын сол күшті, қуатты кәсіпорындардың есебінен жауып отырды. Сол сияқты депутат Жолдас айтып отқан сияқты, мына жаңа базалық қаржыландыру ол қалады. Енді бізде қосымша, мысалы қаржы берген кезде біріншіден сол жаңа құрылған облыстың ең негізделіп нені алды? Сол тұрғындардың санын есептеу керек біріншіден. Мысалы, ең көп тұрғындардың санын есептеу керек. Дұрыс айтасыз. Ең бірінші сол тұрғындардың, мысалы, Жетісу облысында ең көп 650 мың халық тұрады. Мынау Семей, Абай облысында 640 мың. Ал Жезқазғанда аз 226 мың адам. Бірінші сол халықты аламыз. Бірақ мен қосылам, өйткені артта қалған жаңағы айталық Жезқазған облысына тек қана халықты, Ұлытау облысына, мысалы, біз тек қана халықты есептейтін болсақ, онда болмайды. Соған бұрынғы біздің осы күнге дейінгі бұрынғы кеңес заманында 90 жылдарға дейін сол облыстың әлеуеті, экономикалық, өнеркәсіптік, ауыл шаруашылық әлеуеті қандай болды? Және оның қандай артықшылығы бар? Және соны дамытудың арқасында біз қандай жаңа межеге жетуіміз керек деген сияқты нелерді, параметрлерді, өлшемдерді соны еске алу керек. Мінекей, сонда ғана қосымша қаржы берудің негіз табылады, негіздемесі табылады. Мінекей. Мен айтайын дегенім осы, ал жалпы қаржыға келетін болсақ, қаржы бар мемлекетте. Мына әріптесім айтып жатыр, қаржы жетеді. Тек соны мына оңтайлы түрде барлығын есептеп, көптеген параметр бар ол жерде. Соның барлығын есептеп, соны жұмсаған жағдайда, және ол енді екінші жағы, сол жұмсалған қаржыны қалай біз игере аламыз, қалай еңсере аламыз деген сұрақ өз алдына, ол бөлек сұрақ мысалы. Бұл жерде тағы бір мәселе бар. Адами фактор деген бар. Қандай әкім барады бұл өңірлерге? Қазір қоғамдағы ең қызу талқыланып жатқан мәселе осы үш өңірге кім әкім болып барады екен деген мәселе. Ол тағайындаудың алдындағы процедура қалай? Біз ең алдымен аудандық, облыстық мәслихат, мәслихаттардың құрамын бекітіп алуымыз керек. Бүгін ереже шықты. Енді жаңа тәсілмен кешегі конституцияда сұрай деген осы. Айттық қой біз референдум аясында конституция жаңа өзгеріс енгізгеннен кейін кемінде президент 2 кандидатура ұсынады. Ол жаңа тек қана облыс мәслихаты емес, аудандар да қатысады, жанама сайлау деп. Бұл процедура осы тағайындауда жүзеге аса ма, жоқ әлде? Жүзеге асады. Дәл осы қазір тағайындауда жүзеге асады. Президент екеуден кем емес кандидатура ұсынады. Соған сол өңірдегі барлық мәслихат депутаттары дауыс береді. Ең көп дауыс алатын кандидатура сол әкім болады. Осы жаңа екеуінде президент ұсынады ма, жоқ мәслихаттағыларда ұсынуы мүмкін ба? Екеуінде президент ұсынады. Президенттің атынан өкіл барады өңірге, мәслихатқа соны жариялайды. Мен президенттің атынан келіп тұрмын, міне менің президент осы кандидатураларды ұсынып тұр деп, оның жаңа автобиографиясын оқиды, жаңағы еңбек жолын оқиды. Сөйтіп, сол жерде мәслихат. Ол жерде ереже бойынша былай. Ол жерде мәслихат депутаттары барлығы дауыс береді ғой. Арнайы есеп комиссиясы құрылады. Сол есеп комиссиясы кемінде 3 адамнан жаңағы болу керек. Есеп комиссиясы бірінші жаңағы құрамын жасап алады, сосын жаңағы төрағасы хатшысы болады,
сосын есеп комиссиясы сайлаудың алдында ашық дауыс беретін болса, жалпы былайынша сайлау өтеді, енді белгілі бұрынғы ережемен. Жабық дауыс болса, бюллетень таратады. Сол жерде мәслихат депутаттары отыр. Бұл механизмді өзгеруі мүмкін ертең, қандай? Жоқ, ол механизмді жазылған осы ережеде. Сол механизммен арнайы бюллетень таратылады. Ол жерде я жоқ деп дауыс беріп, әр кандидаттың жанында сондай не болады? Я жоқ, қолдай ма, қолдамай ма деген. Сөйтіп барлық бюллетень жинап, есеп комиссиясы есептеп, қорытынды шығарады. Бірден сол мәслихаттың отырысында. Үшінші кандидат болмайды ма сонда? Жоқ, екеуден кем емес. Екеуі болуы мүмкін. Үшеу, төртеу болуы мүмкін. Үшеуі де мәслихат ұсыну, үшіншіні мәслихат ұсына алады ма? Мәслихат емес. Кім ұсынады? Президент ұсынады. Үшеуінде ме? Үшеуінде. Екеуден кем емес деп отыр. Бұл жерде бас ерешел сол кемінде 2 кандидат деп отыр. Одан кейін баяғыда облыс орталығына дауысқа сала салушы еді ғой. Бұл жақта енді аудандарда сол облыс көлеміне қарайды, олар да қатыса алады дегенде. Бұл енді жалпы әділеттік бағыт. Бұл енді таза демократия ғой. Иә, әділеттік. Халықтың билігі деп отқанымыз, мына мәслихат депутаттарын, енді болашақты ғой, енді Конституцияда солай жазылды. Мәслихат депутаттарын, аудандық, қалалық мәслихат депутаттарын бәрін 100% халық сайлайды ғой. Сондықтан енді бұл ереже қазір жаңа жүйемен шығып тұр ғой. Соған енді мәслихатта бұл жерде дауыс беру жағы орындалып тұр Конституцияда. Енді біз тез үлгермей жатырмыз ғой, басқа жағы. Бұның өзі осы 3 әкім тағайындағанда бір өзгешелеу тәжірибе болайын деп отыр. Енді көреміз енді қанша. Егер де бәрін президент... Бірақ Сапаров мырза сөзіне қарасақ енді мәслихатта біреуін ұсыналу керек дегенге сияқты саяды. Альтернатива деген сөз бәсекелес болу керек. Президент өзі ұсынатын болса, онда... Конституцияда солай жазылған ғой енді. Осы қабылдаған Конституцияда. Мәке, енді мынадай бір сұрақ көтереміз бе, көтермейміз бе? Жарайды, әкімді сайладық. Жарайды, облыстық әкімдік құралды. Мәслихатын құрады қалды. Енді сол облыстық әкімдік, облыс басқару керек қой. Сол басқару аппараты қаншалықты көлемде болмақшы? Мысалы айталық, 650 мың халқы бар облыс, содан кейін 226 мың халқы бар облыс, сонда әкімдіктің құрамы, соны жаңағы басқару аппаратында отырған адамдардың, қызметкерлердің саны бәрінде бірдей бола ма? Немесе сол жерде тұратын халықтың санына негізге аламыз ба? Айталық, міндетті түрде мысалы 650 мың халықты басқару, 200 мың халықты басқаруға қарағанда қиындау шығар мысалы. Біраз жылдан бері айтылып келе жатқан мәселе, Жалпы Орақ мырза, мен жиі естимін. Мәселен бізде ауылдық округ бар, иә? Иә. Енді Шығыс Қазақстанда бір ауылда, білмеймін, халықтың саны округ енді 3 ауылды қосқанда 5000 адам болуы мүмкін. Олардың арнайы штаты бар енді 3-4 штат. Ана Сарыағашқа қарасаң, оларда 3 ауылды қосқанда 60 мың адам болуы мүмкін. Бірақ ауылдық округқа бөлінген штат бірдей дейді. Енді ол 3 мың адам мен 60 мың адам салыстыруға болмайды. Бұл жерде адам саны есепті қаншақты есептеді? Сәл өзгеше болады. Мен одан хабарым бар. Мына бізде 2012 жылы жергілікті өзін-өзі басқару тұжырымдамасын қабылдағанбыз. Сол кезде әрине әлгі ауылдық округ деп басың ғой, Сарыағашта 60 мың, ана жақта 5 мың деп. Сол өңірдің өзінің экономикалық әлеуеті бар. Соған қарап штатта өзгерістер болады. Болады, о жағы қатқалған қағида жоқ. Енді ал енді бөліну өте дұрыс. Қазір былай, егерде Растанда Өскемендегі аппарат екіге бөлінгеннен кейін екіге бөлетін болсақ, бөлінеді. Жаңағы мәселен Өскеменде бүгін орынбасарлары бір 7 болса, мынада 3, мынада 4 қалады, екі әкімнен де. Ол анау айтқан үлкен бір жаңағы штатты үлкейтуге мұқтаждық жоқ, қажеттілік жоқ. Соны екіге бөліп қойылады. Бірақ әрине әрбір мына жерде бір басқарма болса, мына жерде бір басқарма бөлімдер болса, бөлімдер болады. Біраз бір көп емес, бір 2-3%-ға жаңағы ауданның аппаратын сақтау, облыстың аппаратын сақтау қаржысы көбейеді. Мен бұл жерде мынандай нәрсені айтпақшы едім. Біздің Қазақстанда мынандай бір пікір қалыптасқан, 17 өңір бар ғой қазір. 3 қала, 14 облыстар. Енді 17 20 болады. Соның 17-нің 14-і дотациялық. Бірақ бұл сол өңірлердің айыбы емес ода. Мен осыны бір жақсылап мүмкін айтып жүрем студенттерге де бәріне. Мәселен, бізде мынау Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар деген өте өнеркәсібі дамыған өңірлер. Олар өзінің жаңағы салықтық әлеуеті күшті. Бірақ бізде унитар мемлекет болғаннан кейін егемендікке енді шығып,
өзіміздің орталықтан бір басқару, жаңағы вертикал дейді Россиядағылар, біз не дейміз, енді бір орталықтан басқару жүйесін кіргізу үшін біз жаңағы ең негізгі салықтық түсетін үлкен әлеуеттерін Астанаға алдық. Міне мәселен Шығыс Қазақстан жаңағы күшті аудан облыс дедім ғой. Соның табысы 553 миллиард теңге. Өзінің салықтық өзіне түсетін қалдыратынымыз жаңағы біз Астанаға алып қоямыз да, бар болғаны 47 миллиард. 9-ақ пайыз қалдырар екенбіз. Қалған 91%-ді жаңағы Шығыс Қазақстанның әкімі келіп, Астанадағы бүтін министерстволардан, бүтін үкіметтен жалынып сұрап, өзінің ақшасын қайтып әкетеді. Осыны біз ұмытпауымыз керек. Олардың өзінің ақшасы. Біз енді айтамыз ғой, біз өз-өзін асырап отырған, мемлекетке ақша жаймайтын 4-ақ өңір бар деп. Атырау, Маңғыстау, Астана, Алматы. Бұны енді себебін айтып кетейін, енді осы жерде уақыты келгенде. Өңірлерге тек қана жеке табыс салығы қалғанда, ал яғни жеке табыс салығы қай жерде? Нұр-Сұлтан, Алматыда біздің жаңағы олигархтарымыз, банкерлеріміз, жаңағы үлкен квазимемлекеттік кәсіпорындардың барлығы осы жерде де олар өте үлкен, айына бір 20 миллион араған екен, олардың салығы да көп. Енді Атырау мен Ақтаудағылар мұнайдағы істейтіндер, олардың да айлығы көп, солардың жеке табыс салығы көп. Қалған өңірлерде жеке табыс салығы жаңағы 10%, 20% ғана күшіне жетеді. Мәселе осыда. Егер де біз не істеу керек дейсіз? Не ұсынар едіңіз? Не істеу керектен бұны бір 10 жылдан бері жаңағы сол концепция болған кезде айтып жатырмыз. Ана кәсіпорындардың табыс салығының бір қандайдыр бөлігін орталыққа алып емес, бір енді шешіп көріп, 50%-ын Астанаға алып, 50%-ын сол өңірлерге қалдыру керек. Біздегі негізгі 3 үлкен табыс, мынау кеденден түсетін табыс, қосымша құн салығы табысы, кәсіпорындардың табысы барлығы Астанаға жиналады, кейін біз бөліп береміз. Сөйтіп біз жаңағы донор, аналар дотацион. Қалма пікірге қалай қарайсыздар? Мәке, Сапекең айтып отырғаны, мынау бізде қайта бөліс, перераспределение деген бар ғой. Қайта бөліс механизмін соны жетіспейтіндігін айтып отыр ғой Сапекең осы жерде. Табыс түсетін. Ораға кешіресіз, мен жетіспейді деген сөз айтқан жоқ. Бізде унитар мемлекетте бұл кезінде керек болды деп айтқан. Жоқ, дұрыста керек қой. Бірақ сонда да болса енді жаңағыдай қайта бөліс бол. Мысалы біз орталыққа шоғырландырып қой. Соны қайтадан бөліске келген кезде, мысалы, соның жетіспейтін механизмдері жетіспейтінді айтып отыр. Мен онымен келісемін. Өйткені барлығын алып, одан кейін қайтадан әлгі соған береме, бермеме үлкен сұрақ. Мысалы да, сондықтан оны әу бастан бізде бөліс, қайта бөліс деген ұғым бар экономикада. Бөліс распределение, қайта бөліс перераспределение. Сонда әуелі бірінші бөліс туралы айтып отырса екен, ан жақтан бірден бұл жаққа жібермей, сол жақта қалды. Негізгі бүйірін толтырып отырған аймақтарға да кішкене бір міндетті түрде. Соның барлығын есептеп, соның барлығын әртүрлі соған кіретін факторлерді есептеп келіп, соған қалдырып белгілі мөлшерін. Содан кейін барып алып жатса, құба-құп деп отыр ғой. Мен келісемін, дұрыс. Ал енді ол бір механизмді, содан кейін қайта бөліс механизмі өзінде жетілдіру керек. Өйткені бұл жерде де мысалы бюджетке түскеннен кейін ол жалпы бюджеттік қорды, мемлекеттік бюджетті, оны әртүрлі өзінің бағытқа жұмсаған кезде бұл жерде енді шын айтқанда көптеген не дейілгі объективтік факторлар, көбінесе субъективтік факторлар да болып кетеді шын айтқанда. Соның барлығын есептеп, сөйтіп барып жолға қою керек деген әңгіме ғой бұл жерде. Әсіресе жаңа облыстарға мысалы. Осы қаржы мәселесін бітіре салу үшін мақсат маған рұқсат берсең, бізде қаржы мынау ұлттық қорымыз бар, ұлттық банктың алтын валюта резерві бар, зейнетақы қорымыз бар, ақша мынандай бір жиналып жатқан қорларымыз бар. Бірақ бюджеттің ақшасы жеткілікті қаржы бар деп біз айта алмаймыз. Бізде бүгінгі мынау өткен жылғы цифраларда 15,5 триллион біздің шығындарымыз болса, соның 5 триллион біз ұлттық қордан алдық. Ал дүние жүзі салығына жасайды. Салығымыз бар болғаны 9 триллион болды. Яғни 60%-дық салықтан ақша түсіп жатыр. Біз соған жасауымыз керек еді. Бірақ қандай да бір себептер бар, енді оны сұрасаңыздар айтам. Қалғанын болашақтың, ұрпақтың бізге жиып қойған жаңағы жер асты қойнауымыздан жиған ұлттық қордағы ақшаны алып қазір жеп жатырмыз. Қаржы көп емес. Осы нәрсені ұмытпауымыз керек. Біз әлі өте көп үнемдеп жасайтын жағдайдамыз. Оны жаңа ұлттық қорды қазір міне 5 жылда, 15 жылда, 7 жылда 35 миллиардын жеп қойдық па, 55 миллиард қалды.
және бір 5 жылдан кейін ұлттық қорды жоқ қылып кейін не қыламыз? Қайтадан кешіресіңдер, біз жаңа айлықтарың төмендейді, бюджеттегілерді төмендейміз, мынау қаржыландырмаймыз, дотация бермейміз дегенге барамыз ба? Сондықтан қаржы көп деп айтуға мен әлі әрекет жасамаған болар. Біз бірінші қадамдар туралы айтайық. Ана 3 өңірлік жаңағы әкімшілік өңірлік бірлік пайда болды. Қандай қадамдар болу керек қазір? Бұл жерде бюджет маңызды емес, бастапқы кезде. Мен бағана айтып отырмын, базаны бөледі. Енді бұл жерде ең маңызды нәрсе жаңағы адами фактор. Кім әкім болады? Ол қандай жоспармен ары қарай бюджет сұрайды. Қазіргі жағдайда әр облыстың өзінің әлеуметтік экономикалық кешенді жоспары бар. Мына 3 облысқа қазір жаңадан ашылған, осыған жасау керек. Әлеуметтік экономикалық кешенді жоспарды. Не істейді? Ол облыс қандай саланы дамытады, қанша бюджет керек, соның ішінде барлық мәселе болу керек. Оған шамалы уақыт беріледі енді 1-2 ай. Базы жаңағы болады. Сосын жаңағы әкімшіліктің кадрлық саясаты дейміз ғой, жаңағы барлық жерде типтік бізде штаттық кесте бар, барлық әкімшіліктерде, облыстарда. Бұл 3 облысқа да дәл сондай беріледі. Енді адам саны шамалы аздау беріледі басқа облыстарға қарағанда, бастапқы кезде. Ары қарай әкім жаңағы кешенді әлеуметтік экономикалық жоспарын қорғау керек, сосын жаңағы штатын қорғау керек. Сөйтіп барып президент әкімшілігімен бізде ұлттық экономика министрлігі соның бәрін негіздемесін қарайды, есептейді, сөйтіп барып бұл мәселеге қайта ораламыз. Қазір ол бюджетті талқылаудың мен ойлаймын бастапқы кезде ондай қажеттілігі жоқ. Облыстың экономикалық әлеуеті қалай? Мысалы үшін жеке-жеке тіпті тоқталып шықсақ болады. Семейге тоқталайықшы мысалы үшін. Енді мал бағу өте ыңғайлы жер екен білеміз, Семейдің балық енді бүкіл Қазақстан бойынша өңірлерге барады. Тағандай Семей не нәрсеге ыңғайлы? Бірақ ядролық апат аймағы екенін де ескеру керек. Енді 3 облысты бірден бір сөзбен айтуға болады. Ауыл шаруашылығы басым облыстар. Ауыл шаруашылығы басым облыстар. Соның негізінде жаңағы өңдеу өнеркәсібі де соның негізінде болады. Басқа да салаларды соған қарап жасау керек негізі. Қазір жаңа кешенді жоспар деп жатырмын ғой. Сол кешенді жоспарды сол негізде жасау керек. Басқа ол жерде варианттар жоқ қазір. Енді өңдеу өнеркәсібі де мүмкіндіктер бар. Енді көреміз қазір қалай болады. Бұл жерде енді инвестиция тағы да жаңа әкімдерге байланысты болады. Инвестиция тарталса бірден тез арада ол жердегі жаңағы үлкен жобаларды тартып жұмыс жасауға болады. Әкімдердің өзіне көп нәрсе байланысты болып өте көп нәрсе байланысты болады. Сол Семейдің өзінде кезінде қанша бір тері өңдеу үлкен комбинаттар болған. Олардың бәрі қазір құрдымға кетті көбісі. Үлкен цемент шығаратын заводтар болса, неге? Шығыс Қазақстан облысының өзінің жаңағы салықтық әлеуеті 9%. 91% жаңағы транспорт болғаннан кейін республикалық бюджеттен. Оны ертең бөлгенде де сол анау 9-дан ұзаққа бармайды. Бізде көпшілік бізде өңірлер Қостанайда сондай, Қызылорда сондай. Ал енді мынау Қарағандының әлеуеті күштірек. Бұл жерде 28% ол өзінің жаңағы салықтық әлеуеті бар. Соны да енді екіге бөлген кезде, мынау мен жаңа айттым ғой, Жезқазғанда бізде Қазақмыс бар, басқа да Шұбаркөл, басқа да өңір сол үлкен кәсіпорындар бар. Енді мынау Балқаш бөлініп қалғаннан кейін, енді олардың сәл жағдайы Қарағандыға қарағанда сәл төменірек болады. Ал енді мынау Алматы облысының өзіндік несі 14%. Өзінің бүгінгі күндегі әлеуеті, ол екеуінің де экономикасы бір-біріне жақын, ауыл шаруашылығы өте дамыған өңірлер есептелінеді. Олардың да сол бюджеттің сол 14%-ық үлесі, яғни 6-дан 1-і өзінде, қалған 6-дан 5-ін трансферт арқылы республикалық бюджеттен алады. Бұлай сырттай қарағанда осындай цифраларымыз бар. Мен бір қосайын деген, осыдан 11 жыл бұрын Семей қаласына барғанмын. Сонда 2-3 күн болғаннан кейін мен шын айтқанда жылап қайттым. Сол кезде Семей қаласының өзінің түрін көріп, ахуалын көріп. Бұрынғы Семей қалай еді, облыс болып тұрғанда. Кейін облыстан айырылғаннан кейін қандай күйге кешкенін көріп, мен осында келген кезде, содан кейін осы Абай данышпанымыздың 175 жылдығына арнаған үлкен бір мақаламда, сонда Семей қаласына, жарайды облыс болмай қойсын деді ол кезде, Семей қаласына республикалық маңызы бар қала деген атақ беру керек деген енді жобамды Қасым-Жомарт Тоқаевқа бергенмін былтыр. Енді мынау олай болатын болса, ол Семей. Сол Семей қаласының өзінің қалпына келтіруінің өзіне біраз қаржы кетеді мысалда. Ал мынау Жезқазған тіпті артта қалған мысалда. Олай болатын болса, бұл қаланың өзінің қалпына келтірудің өзі де үлкен шаруа мысалы. Жезқазған облысына келетін болсақ, ол өнеркәсіптік облыс қой мысалы да. Онда біраз біз ақсатып алдық, шын айтқанда.
оны қайтадан қалпына келтіру үшін жаңа сіз айтып жатсыз мінекей, оның өзі қанша қаржыны қажет етеді мысалы да. Сондықтан бұл жерде әр облыстың өзінің шаруашылық бағыты, мысалы негізінен ауыл шаруашылық деп жатырмыз ғой, соның ішінде өнеркәсіп, индустрия әртүрлі деңгейде және халыққа бірнеше ведомство, министрліктер бірлесіп үйлесімді жұмыс жасау, үйлесімді халыққа тұрмыс көрсету, тұрмыстық жаңағы қызмет көрсету инфраструктурасының өзі де әртүрлі. Осының барлығын ескере отырып инвестор жасау керек деген ой шығады осы жерде. Енді бұл жерде бастапқы кезде негізі 3 облысқа да бюджеттен үлкен көмек керек болады. 2-3 жылға. Біз енді Түркістан облысының жолын білеміз ғой. Ашылғаннан бері жақында ашылды ғой, 3-4 жыл болды. Сол кезде бастапқы кезде үлкен инвестиция, бюджеттік инвестиция берілді. Бюджеттен қаржы берілді. Аяққа тұрып кеткесін, қазір енді ол облысқа шамалы азайып жатыр бюджеттен құйылым. Сондықтан енді мына 3 облысқа бастапқы кезде кемінде 2-3 жыл бюджеттен көп қаржы берілу керек. Енді бюджеттік мүмкіндігі бар деп жатырмыз ғой. Былтыр мысалы 60 болса, бар, биыл 120 болып тұр. Мүмкіндік бар. Сондықтан шамалы басымдық беріп, ертең бюджеттік комиссияда қарағанда да, үкіметте қарағанда да, бұл үкіметте міндетті түрде қаралу керек жақын уақытта. Енді мен ойлаймын, енді 1 айдың көлемінде болмағанмен 3 айдың көлемінде осы 3 облыстың бюджеті қаралу керек. Біз енді көбінесе енді Түркістанмен салыстырамыз ғой, 4 жылда бұрын қандай еді енді, облыс орталығы болып қазір адам танымастай өзгерді, Ұлытаудың да сондай бір туристер тартуға тарихи мүмкіндігі барын айтамыз. Көрермендердің бір мынандай сұрақ жолдап қараңыздаршы, Түркістанды көрермен ғой деймін. Түркістанды да облыс орталығы қылып белгіледік, аямай қаржы құйды, керемет қалаға айналды. Басында турист көп келді де, қазір басылды. Ендігі сұрақ, миллиардтарға салынған нысанның бәрін асырау деген бар. Түркістан өз шығынын өзі жаба алмайды әлі. Республикалық алақан жаяды әлі. Басында соны алдымен ойланып алу керек шығар. Туристік нысандармен қатар өндіріске көңіл бөлмесе өзін өзі қалай асырайды дейді. Бұл жерде бір-ақ жауап бар. Түркістан негізі өзіне туристік бағытты таңдады басында. Туристер тартамыз, соның есебінен экономикасын көтереміз деп. Бұл 3 облыста енді ондай басымдық болмауы мүмкін енді. Ол жерде туризм қатты дамымаған енді. Сондықтан бұл жерде бірінші сол еңбек өнімділігі, өндірісті көбейту керек қой, жаңа жұмыс орындары. Әкім дейміз, жалпы мына үкімет басшылығы дейміз, сол таңдау керек. Қандай бағыттарға, қандай экономикалық салаларға басымдық беру керек бастапқы кезде. Бюджет беріледі, бірақ негіздеме сұрайды ол үкімет. Қандай саланы дамытасың, қандай инфрақұрылымды салу керек, қандай салаға тиісті инфрақұрылым салу. Түркістан енді жаңа туристік потенциалымыз бар деп басында сөйтіп негіздеме жасады. Туристер тартамыз, бүкіл жаңағы керуен сарай, басқасы сол жердегі жобалардың бәрі сол бағытта болды. Сондықтан 3 облыс өзіне жаңағы таңдау керек, қандай сала, ауыл шаруашылығы бола ма. Мысалы, Жезқазған енді білеміз ғой енді. Қазақмыстың ол жерде өндірістері бар. Ол сол саланы негізгі бағыт қылып ала ма, алмай ма, оны да қарау. Семейде де бар. Мысалы, бұрыннан қалған өндірістер бәрібір бар ғой енді. Қазір ондай көлемде істеп тұрмағанмен. Сол өздеріне бағыт таңдап алып, кешенді жоспарға енгізу керек соны. Бәрібір дегенмен енді өңірге жан бітетіні белгілі ғой енді. Салыстырмалы түрде жан бітеді. Әлбетте. Мен осы 3 өңірдің жан бітетінен алдын Түркістанды бір ауыз ғана сөзіме жауап берейін. Егер де мынау пандемия болмағанда, Түркістанның әлеуеті, туристік әлеуеті өте жоғары болар еді. Басында басталды да, мына пандемия кезінде бәрі тоқтады. Әлі де енді мына ашылғаннан кейін мүмкіндіктері мол. Бұны пайдалану керек. Сол Түркістанның жаңағы халқына, Түркістанның басшыларына, соларға бұл үлкен бір жауапты мақсат алдына қою керек. Осы мәселе кішкене нету үшін қорытындыға келген кезде біз енді ғылымда былай бар ғой, мысалы кезген өңір мамандану деген бір специализация, сол емес па? Сосын кооперация дейміз, бірігу мысалы да. Сонда қоғамдық еңбек бөлінісі дейміз мысалы да. Яғни айтқанда сол облыстағы аудандар мысалы, сол қандай өндірістің, инфраструктураның мысалы, әр саланың соның қайсысына ыңғайлы, қайсысына табиғи тұрғыдан бейім. Осы соның барлығын енді елеп екшеу керек та. Сондықтан әріптестерім айтқандай, бұл әкімдіктің бұл оның жаңағы әлеуетіне, мына білімдік, жаңағы біліктілік, сараптамалық, ғылыми сол деңгейіне тікелей байланысты. Мысалы, соны қалай жүргізе алады? Мысалы, дұрыс, топырақтың өзімен зерттеуді өткізу керек біз. Енді ана Қызылордада өскен күріш тапырып, сен Семейде келмейсің ғой, иә? Семейдің халқы жылдар бойы мысалы үшін
жаңа картоп егіп келе жатқан шығар. Соның жердің топырағын лабораториядан өткізсе, мүмкін ол жерде жүгері егу әлдеқайда пайдалы, әлдеқайда тиімді болатын шығар. Осындай бұл жаққа да ғылыммен керек. Міне ғылыми технологиялық енді жезқазғанды айтып жатырмыз ғой. Мына Жезқазған бүгін қаласында облыс мәслихатының бірінші сессиясы өтті. Тарихи сессия 12 депутаттың 11 қатысыпты. Мәслихат хатшысы сайланған, лауазымға Аманат партиясынан сайланған депутат Бауыржан Шыңғысов тағайындалыпты. Қазір біз осы Жезқазған өңірімен байланысқа шығып көрейікші, тікелей эфирді пайдаланып. Ғазиз Ешталаев мырза, филология ғылымдарының кандидаты. Ұлытау облысы. Жезқазған қаласында айтып отырмын ғой, облыс мәслихаттың деп, орталығы. Ғазиз мырза, қайырлы кеш, дауысым естіліп тұр ма? Ғазиз мырза, қайырлы кеш. Қоспай тұр ғой, қосылмай тұр ғой деймін. Жезқазғанмен байланысқа шығып жатырмыз. Ғазиз мырза, қайырлы кеш. Дауысым естіліп тұр ма? Микрофон өшіріп қойыпты ғой, микрофон жақсын. Микрофон қоса салсаңыз. Естіп тұрсыз ба, Ғазиз мырза? Естіліп тұр. Ал, құтты болсын емне. Облыс атанғандарыңыз. Сізден сұрағым келген, статусты алып жатсыздар. Соңғы бір айларда бірдеңе сезіле ме? Жезқазғанда қандай да бір өзгеріс байқала ма? Әлі күтіп отырсыздар ма? Кеш жарық, құрметті ашық алаңға қатысушы ағалар, азаматтар. Әрине, біз 25 жыл осы хабарды күткені Жезқазған Ұлытау өңірінің халқының ерекше қуанышпенен, ерекше ризашылықпенен қабыл алды. 16 наурыз біздің осы Ұлытау облысының жаңа тарихының бір ерекше бастау кезеңі деп бағаланып жүр. Қазір ең бірінші олжа халықта керемет көңіл күй пайда болды. Рух оянды. Болашаққа деген сенім, үміт арта бастады. Жақсылыққа қарай ұмтылу. Енді бұған дейін жаңағы бір кішкене қашан ашылар екен, ашылмайды ау деген сияқты екіұдай ойдың ортасында жүрген, теңселіп жүрген халықта қазір анық болашаққа деген жол. Көңіл күй жақсы еді, рух оянды деп жатса, іс жүзінде әзірге өзгерген бірдеңе бар ма? Әлі сол қалпында тұр ма әлі? Енді жалпы қала бойынша сұрап отыратын болсаңыз, Жезқазған қаласы бойынша. Әрине, мысалы қазір көшедегі жаңағы айтып кеттік қой, халықтың бір-біріне деген қарым-қатынас көңіл күйі өзгерді. Бір, екіншіден қаладан реңі өзгере бастады. Бірден білінеді. Алда үлкен шаруалар басталайын деп тұрғандығын хабар беретін оқиғалар басталды. Мысалы, бір ғана Жошқан тарихи мәдени кешенінде қазір қауырт жұмыс басталып жатыр. Келіп кетушілер, тамашалаушылар, алдағы болатын құрылтайға деген дайындық, соны алғаш қонақтарды қабылдайтын Жезқазған қаласының өңін шырайын кіргізу деген сияқты іс-шаралар қолға алынды. Бұл енді кеше қабылданған жарлық бүгін жаңа жарлық күшіне енді алғашқы беталыс, алғашқы аяқалыс осындай болатын болса, алдағы күндерде жақсы, халықтың көңіл күйін жеткізіп жатыр, уақытыңыз бөліп сұхбат бергеніңізге. Құтты болсын дейміз, тағы да облыстың құрылуы. Енді өткенде бір видеолардан көріп қалдым, Семейдің орталық көпірі бар еді ғой, соны ақырындап жолын жасай бастапты. Өсіп жасалатын шығар енді. Әзірге сіз айтқандай рух, көңіл күйі жақсы болып тұр енді. Дегенмен енді ең басты бірінші кезекте қазір инфрақұрылымды қолға алуымыз керек. Жоспар керек, жоспар. Жоспар керек, жоспар құру. Мен бірінші ол үшін енді әкім тағайындалу керек, жоспарын құрады. Әкімнен басталады жоспар. Әкімнен басталады ғой. Алматы облысына қатысты сұрағым бар. Алматы облысында енді Жетісу. Алматы облысын білесіздер, енді қазір Жетісу бөлініп жатыр ғой, екіге бөлініп жатырмыз. Енді Ұлытау мен Абай облысымен қатты салыстыруға болмайтын шығар, өйткені Алматыға жақын орналасқан, бұл басты проблема халықтың көптігі, демография. Және енді президент өткендегі сөзінде айтып отыр, облыс орталығына қатынау проблема деп. Ана Ұзынағаштан 300 километр Талдықорғанға жүру. Жарайды, енді Алматы облысының халқы көп облыстардың бірі ғой. Тіпті бірінші кезекте. Екіге бөлдік. Бірақ облыстың негізгі салық төлеушілер жаңа Іле ауданы, Қарасай, Алматы маңы. Бүкіл завод, фабрика, өндіріс осы екі ауданда. Ең бір қаржысы бар аудан. Бұл Алматы облыс жағында қалды. Енді Жетісу аймағындағы аудандарды көретін болса, көбінде сол енді малын бағып, ауласында картоп егіп, егін егіп, жан бағып отырған халық, дотациялық аудандар облыс. Ана Талдықорған қайтадан тоз-тоз шығып, біздің Жетісу облысы әлсіреп кетпейді ме деген бір күмән бар іштей. Не айталар едіңіздер?
Енді үш облыс салыстыратын болсақ, Жетісу облысының жағдайы әлдеқайда жақсы. Салыстырмалы түрде жақсы. Сондықтан енді оны осы жағдайда ұстап қалу жеңілдеу болады басқа облыстарға қарағанда. Енді қаржы да бар қазір, сосын енді Талдықорған қаласында да біраз өнеркәсіптер бар. Аккумулятор заводы бар, басқа да өндірістер бар. Енді ол жерде тағы да жаңағы әкімге тікелей байланысты демейміз, енді үкімет те оны бақылап отыр ол мәселені. Сондықтан ол жерде басқа да қосымша инвестиция тартып, енді өзінше болады ғой ол облыс. Жетісу облысына инвестиция тартып, ол жерде қандай бағыттарға басымдық береді, соған байланысты болады көп нәрсе. Бірақ бұрынғыдай, баяғы 90-шы жылдардағыдай жағдай қайталанып келмейді Талдықорғанға деп ойлаймын мен. Қазір жағдай жаман емес. Ол жерде енді мына екі Ұлытау мен Абай облысына қарағанда ондай күш салудың қажеті жоқ. Тек ол жерде дұрыс осы бюджеттің ақшасын дұрыс пайдалану, бюджет қосымша беріледі. Жаңа мен айтқандай, кешенді жоспарға байланысты болады. Соны тиімді пайдаланса, ары қарай Жетісу облысы алып кетеді. Менің өзім тұжырымым солай. Сосын Талдықорғанның бір ерекшелігі, ол жерде мынау білім, ғылым саласы да әжептәуір. Ол жерде бұрынғы жоқ университеттер, колледждер, мысалы, сол елдің тұрғындарына мысалы білім беретін, мысалы мына біздің президент жанындағы басқару академиясының сол жерде филиалы бар, мысалы. Сол өңірдің басшыларын, қызметкерлерін соларды қайта даярлау, білімін арттыру тұрғысынан келгенде ол жерде мен өзім барып көрдім. Мынау білім беру, ғылым әлеуеті әжептәуір жоғары. Сондықтан мен келсем, ол Талдықорғанның жағдайы жақсы болмаса нашарламайды еш уақытта. Сосын екінші бір айтайын деген, ол жерде енді табиғи ресурс мықты. Мысалы, мына Семейге қарағанда, Алматы облысында, Жезқазғанға қарағанда табиғи ресурс, мысалы, жер жанына жетісуді бекер айтпайды ғой адам қазақ. Соны тиімді пайдалана білу керек қой. Бағанағы айтқан мамандану арқылы соны тиімді пайдаланған жағдайда көп жеңілдік болады, мысалы. Ермек мырза, тартып орсаңыз, ағаларыңыз сөз бермейін деп тұрсыз. Ана кімге? Бір нәрсе айтайын. Талдықорған облыс орталығы болып, өзін бір ептеп алды деп айтсақ болады да. Өте әдемі қала, маған ұнайды Талдықорған. Бәріне келісеміз. Қазіргі осы Алматы облысының бөліміндегі мына Қапшағай, қазір Қонаев қаласының дәйектілігі бар. Осы жерде біраз мәселе бар. Мәселен, мынау Фейсбукта отырамыз ғой. По-моему, Назым деген қызымыз сұрайды. Ойын индустриясы бар Қапшағайда. Кіргеннен казино ғой айналасы. Казиноларды. Оларды енді облыс орталығынан көшіреміз бе, жоқ қалады ма? Оны алып тастау керек. Жалпы мен ойым, Сапега, біз енді ресми түрде былайша ислам. Сондықтан Талдықорған мен Алматыны қазір салыстырып, анау қалғандармен салыстырып болмайды. Талдықорған мәселесі шешілді. Енді Қапшағай мен Қонаевтың мәселесіне қандай ұсынысыңыз бар? Мысалы, мен жазған мақалаларымда бізде мына Борабайдағы, сосын ана недегі Қапшағай қазір Қонаев қаласындағы ойын сауық жаңа казино. Біздің Қазақстанға керек жоқ. Қазақстанға керек жоқ деп айтуға неге? Жоқ. Онда сыртқа бармай дейді ана, миллиардтар сыртқа барып тұрды онда. Онда сыртқа барып тұрды. Сондықтан менің пікірім. Осы пікіріңіз тағы уақытымыз өте аз қалды. Мына бір пікірді білейікші, енді шоуымыз құрылады деген соң біздің торғайлық ағайындарды үміт етіп, бұлар да белсенділік танытып өткенде митинг өткізді. Осыны айтайын, мен былай деймін. Торғайға байланысты не айтасыздар? Мәке, мен осыған кішкене айтайын деп келгенмін. Мен өзім торғай бүйрегім бұрып. Қысқаша айтыңыз, бірақ минутымыз қалды. Мысалы, біздің президентіміз былай деді: біз тарихи әділеттілікті орнатып, ұлыларымыз дүниеге келген киелі өлкелерді қайта жаңғыртуға тиіспіз деді. Ал енді олай болса, осы айтылған сөз неге Торғай облысын айналып өтті? Қазақша айтсам, бұнда басқа облыста бәйбішеден туып, Торғай облысы тоқалдан туып қалды ма деген. Торғайдың саны қанша? Халқының саны қанша Торғайдың қазір? Торғайдың саны қазір
230 менде бар, менде де. 200 ма жетті ма? Иә, торғайдың саны қазір айтайын 200. Қостанай облысын айту керек. Оның аумағына байланысты ғой, аумағына қанша аудан кіреді оған? Торғай облысының кезінде 70 жыл мен 90 жылдың арасында 220 мыңнан 301 мыңға дейін. Қазір қанша? Жоқ, қазір енді сол қазір оны бөлген жоқ қой, нақтылаған жоқ. Қостанайдың аумағында. Аумағын нақтылаған кезде сол кезде белгілі болады. Сол кезде егер де бұрынғы несін алатын болса, бұрынғы 301 мың халқы болған Торғай облысы жабылып қалды ғой, мысалы. Ол жерде Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, анау 16 жылы неге патша империясына қарсы себеп білесіз, кезінде қоспағанда кім біледі, біз қазір Қостанайдан айырылып қалар ма еді? Қазақтардың саны әлі де 40%-ға жетпейді. Тұлғалардың дүниеге келген жер. Сондықтан бұл болашақ әңгіменің, осы Торғай облысын ашудың бір тұздығы шығар айтып отқаным, мысалы. Мен өз басым сол Торғай облысын ашу бұл енді күн тәртібінде тұрады, мүмкін кейінірек ашылып қалуы мүмкін деген. Мысалы, Ғалым Байназаров деген менің замандасым, білесіз шығарсыздар, сол Торғай облысының өкілі. Сол кісілер барлығын әлеуметтік, экономикалық, мәдени, өркениеттік жағынан дәлелдеп әлгі жазып, сол жазған жазбаларын үкіметке, президентке тапсырды. Мен бір пікір оқып берейінші, Зейін Сабырқұловтың саясаттанушы ғалым. Қазақстан 80-90 жылдарда картасын үңілсеңіз, Торғай облысы ішкері өңір екенін, шет мемлекеттермен шектеспейтін білесіз. Ал Қостанай облысы қалпымен Қазақстан Ресей шекарасына орналасқан өңір. Кеңес заманында Қостанай облысы толығымен орыстана жазады. Тәуелсіздік жылдарында Ресеймен өзара шекара бөліскенде осы облыс көршіге кетіп қалама деген қауіп болды. Осы тұста 97 жылы сол кездегі Қазақстан президенті Торғай облысын жауып, оны Қостанай облысына қосты. Бұл Қостанай өңірінің серпінді түрде қазақылануына үлес қосқаны жасырын емес, мәртебесін жоғалтып, деградациялауға Торғай өңірінде қазақтар жаңа облыс орталығына жөңгілей көшті. Бұл үрдіс қазірде жалғасуда депті. Бірақ енді қазіргі сайысқа қарасақ, әлде қазақтардың үлесінде 39, Қостанай облысында орыстардікі 41, украиндардікі 8-6 және де өзге де ұлттар дейді. Бұл мәселені шешудің тек қана асықпаған жөн сияқты меніңше. Әлде қателесем бе? Тек қана саяси тұрғыдан келмеу керек, қарамау, бұл да дұрыс фактор. Бірақ мен толығымен қолдаймын. Қостанайға ең болмаса Торғайға дәл қазір бір жеке мемлекет бағдарлама керек сияқты өңірдің әлеуетін көтеретін. Ол дұрыс. Жақсы. Уақытымыз тәмамдалып қалды. Аман жүздескенше. Жақсы, рахмет. Рахмет, жақсы.